Сәлем достар, бүгін біз ИП жабатын боламыз. ИП жабу ондай қатты қиын емес, тек белгілі бір ережелерді мұқият болсақ болғаны. Так, Googleға кабинет налогоплательщика деп жазып аламыз и соған кіреміз. Салық KZ деп тұрады, кіргеннен кейін осындай бет шығады. Войти по ЭЦП дейміз. ЭЦП-ның ең бірінші түрін таңдаймыз, яғни аутс деген түрін. Введите пароль дейді, паролімізді жазамыз. Жазып болғаннан кейін окей, выбрать дегенді басыңыздар. Так, мынау біздің бастапқы жұмыс жасайтын бетіміз. Енді қараңыздар, лицевой счет деген бар, соны қараңыздар. Ішінде қып-қызыл жоқ па, қарыз емеспіз ба, соның бәрін қарап шығыңыздар. Запросить сальдо ЛС, обновить страницу. Ешқандай қызыл жоқ, демек жабуға болады деген сөз. Егер достар осы жерде қызыл болса, онда демек сіздер қарызсыздар, төлеп барып жапқандарыңыз дұрыс. Келесі, регистрационный данныйға кірейік. Бүгін біз бәрін тексеріп шығамыз, Так, енді осы жерде қай жаққа біз тіркелдік, соны қарап алайық. УГД по Темирскому району дейді. Жарайды, енді 12-шіні қараңдар, сведения АККМ. Бұл бізде кассовый аппаратта тіркелдік па, жоқ па, соны сұрап тұр. Нет данных деп тұр. Егер достар осы жерде 12-де жазу тұратын болса, яғни сіз белгілі бір кассовый аппараттарыңыз болған болса, онда міндетті түрде снятие жасаңыздар, Егер де снятие жасамасаңыздар, мына жерде сведения АККМ деп тұрған жерде сіздің жаңа кассовый аппаратыңыздың данныйлары тұратын болса, демек сіздің кассовый аппараттарыңыз снятие жасалмаған деген сөз. Осы жерде мұқият болып қараңыздар, нет данных деп тұру керек. А егер де осы жерде данный тұратын болса, онда бұл бетті жауып, ОФД-ға кіріп, өзіңіздің кассовый аппаратыңызды снятие жасаңыздар. Бір күн өткеннен кейін барып, қайтадан ораласыздар кабинет налогоплательщикке, и мына жерде қарайсыздар. Нет данных деп тұрады. Ал снятие жасау білмеймін десеңіздер, менің каналымда қалай снятие жасау керектігі туралы видео бар. Сол нұсқаулықты орындап, келесі күні жабуға кірісіңіздер, Егер сіздерде дәл осылай тұратын болса, сведения АККМ нет данных деп, онда жаба беруге болады деген сөз. Мана қызылды қарап алдық, біз қарыз емеспіз, нет данных деп тұр, онда ары қаратай кетейік. Келесі, мына жерде форма налоговой отчетности деп тұр, достар. Дәл осы жерде журнал форум деген бар, соны открыть деп ашып аламыз. Мына жерде найти дегенді басамыз. Осы күнге дейін қандай отчеттар жасадық, соның барлығын қарап шығайық. Давайте, екінші полугодие 2022 жыл первоначальный болған, потом очередной болған, келесі жылы, 23 жылы бірінші полугодие. Так, ол отозвать етілген, и 23 жылы бірінші полугодие тағы да очередной тапсырған. Сонда бізде мына жерде екі отчет, первоначальный және очередной. Демек, қазір біз настройки списка форум деп шығарамыз да, біздің отчет қандай болу керек, соны көрсетем. 2023-910 форманы таңдаймыз. Мына жерде біз туралы ақпараттар шығады. Енді қараңыздар, мана бірінші полугодияны жаздық 2023-тің, екінші полугодия деп белгілейміз. Екінші полугодия енді басталып жатыр ғой. Тапсыратын уақыт әлі ерте, бірақ белгілейміз. Не ведет дейміз, және бірден ликвидационный дейміз. Себебі бұл жерде оның алдында отчеттар бар. Егер оның алдында отчеттар болмаған болса, осы жылы ашып, осы жылы жапқан болсаңыздар, онда первоначальныйды белгілейсіздер и ликвидационный екеуін бірдей қылып белгілейсіздер. Бұл жерде первоначальный өтіп кеткен, очередной өтіп кеткен, сол себептен екінші полугодия мен ликвидационныйды ғана таңдаңыздар, Қараңыздар, мына жерде первоначальный белгіледім и ликвидационный. Егер де ол осы жылы 2023 жылдың екінші полугодиясында ашылған болса, осылай жасаймыз отчетты. Егер де олай болмайтын болса, манағыдай белгілейміз. Кәме өшіріп тастадым барлығын. Енді біздің жабатын отчет қай уақытқа келіп тұрған білмейміз ғой. Сол себепте мына жерді қарап алайық. Мұны сіздерге шпаргалка ретінде пайдалануға болады. Осыны скриндап алыңыздар. И мына қызылмен жазылған ИП жабу жағдайлары. Давайте қарайық. Алдыңғы отчеттар толық болу керек, Біз білмейміз ғой, сіз отчет ИП-дан қашан ашып, қашан жабатыңыз. Мысалы, осы ай ашып, осы ай жабатын болсаңыздар, қалай толтыру керек? Немесе осы ай ашып, келесі жыл жабатын болсаңыздар, қалай толтыру керек? Деген сияқты мәселелер бұл жерде қарастырылады, Сондықтан өзіңіздікі болса, бірден түртіп алыңыздар. Так, бірінші, бүгін сіз жабатын дата 30.03.22 жыл. Ал ИП ашылған күн
14.06.19 жыл деп тұр. Көрдіңіздер ма? Сол себептен бұл ИП-да первоначальный отчет болу керек, бірінші полугодие 19 жыл, сосын очередной болып кетеді. Әрі қарата бүкіл отчеттардың барлығы очередной болады. 19-дың екінші полугодиясы, 20-ның бірінші полугодиясы, 20-ның екінші полугодиясы де бәрін толтырып очередной қылып толтырамыз да. И бүгін жабатын күн очередной дегенде белгілемейміз. Жабатын күні ликвидацияны белгілейміз. И бірінші полугодия 22 жыл екенін көрсетеміз. Себебі 30.03 март бірінші полугодияға жаттады. Сол күні бірден заявление жібереміз. Заявление қалай жібереді, оны әрі қарата мен сіздерге көрсетемін. Келесі, мысалы бүгін сіз жабатын дата 20.06.22. Ал ИП ашылған күн 15.02.22. Яғни февральда ашылған и июньде жабайын деп тұр. Екеуі бір полугодияның ішіне кіріп тұр, иә? Екеуі екі түрлі полугодияда емес. Демек, бұл жерде ликвидационныйды ғана белгілемейміз. Первоначальный дегенді мана мен белгіледім ғой. Вот соны белгілейсіздер. Первоначальный плюс ликвидация дегенді белгілейсіздер. Сосын заявление жібересіздер. Достар, шатасып кетпеңіздер, иә? Осы айда ИП ашылып, осы полугодияда и осы полугодияда отчет жіберсеңіздер, онда первоначальный ликвидация дейсіздер. Осы полугодияда ашылып, екінші полугодияда жабайын деп атсаңыздар, мысалы, июньде ашылып, июльде жапсаңыздар, екеуі екі полугодия ғой, июнь бірінші полугодия, июль екінші полугодия. Сол себептен біз тек қана ликвидацияны белгілейміз. Көрдіңіздер ма? Енді үшінші мысалды қарайық. Первоначальное первый полугодие 22 жыл, ликвидация екінші полугодие 22 жыл и заявление. Жаңағы мен айтқандай, иә, бірінші полугодие июньде ашылды деп есептейік, первоначальныйды белгілейміз, очереднойды белгілемейміз. Келесі отчет 23-тің екінші полугодие очередной болу керек қой, оны баспаймыз, бірден ликвидация дейміз. Болды. Достар, сіздерде кездесетін осы үш-ақ жағдай. Либо сіздерде бірінші болады, бұрын ИП ашып қойдыңыздар, жабайын деп жатсыздар. Либо екінші болады, осы полугодияда ашып тастадыңыздар, осы полугодия жабайын деп жатсыздар. Либо үшінші болады. Яғни сіз 23-тің басында аштыңыздар да, 23-тің аяғында жапқыларыңыз келеді. Сондықтан 23-тің басындағылардың барлығы первоначальный болады. 23-тің аяғы уже ликвидация болады. Бұл жерде тек қана полугодияға байланысты. Егер бірінші полугодия қай уақыттан қай уақытқа деп білмей атсаңыздар, астына да жазып қойдым. Қараңыздар, бірінші полугодияға январь, февраль, март, апрель, май, июнь осы 6 ай кіреді. Оның отчеты, яғни январдан июньге дейін отчет июльдің 1-і мен августтың 15-іне дейін жасалынады. Ал келесі второе полугодие дейді, яғни екінші полугодия, ол бізде июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь осы 6 ай кіреді. Олардың отчеты январда басталады, февральдың аяғында аяқталады. Жасалу керек. Түсініздер ма? 6 айдың бәрін толық бітіріп барып жасайды. Так, екінші полугодия дедім, не ведет дедім, ликвидационный дедім. Первоначальныйды белгілемедім, себебі оның алдында отчеттар болды. Келесі доходқа 0 қоямыз, барлығы 0 болып кетеді. Так, страница, мына жерге толтырмаңыздар ішіне, иә. Келесі страница 2 дегенді таңдаймыз. Так, осы жерде де ВОСМС, негізінде достар, мына 0.15 графада пустой болып қалмау керек, ошибка береді, сондықтан міндетті түрде олайлар өтпесе де 0.00 деп қойып шығамыз. А то ошибка болады. ВОСМС-ға міндетті түрде 0 қойыңыздар. Так, барлығын тексеріп шықтым. Келесі, третья страница. Егер мына жерде ауылдық жер болатын болса, сол ауылдың бейінін белгілеңіздер, апаратын. ИП ауылда орналасса. Так, мысалы мына жерде ауылда орналасқан екен. Подоходный налог арқылы біліп тұрмын. Көрдіңіздер ма? Басқаша 0,7 мен аяқталады, қалған бар 0,1 мен аяқталып тұр. Демек, бұл бір районның ауылы болып тұр деген сөз. Яғни, ол ауылды тауып аламыз. Выбрать дейміз. Болды. Так, 0,27 ұяшты толтырдым. Егер сіз қаладан болсаңыздар, либо районның өзінен болсаңыздар, толтырмасаңыздар да болады оны, иә. Ауылдағыларға қатысты. Келесі регистрационный данныға барып, біз қайда орналасқанбыз, соны копировать етіп алыңыздар да. Код органаға қай жақта орналасқанбыз, соны теріп шығамыз. Мысалы, УГТ по Темірскому району. Оның барлығы регистрационный данныда тұр. Так, енді место жительства. Біз сол Темірде тұрады екенбіз.
сол темірді таңдадым 0613 деп, иә. Әркім өзінің ауылын, өзінің ауданын белгілейді. Так, проверить заполнение, отправить в ОГД дейміз. Мына жерде барлық данныйларымыз шығып тұр, қандай отчет жасадымыз, соның барлығы. Окей. Так, енді бұл жерде рысаны ғана таңдаймыз. Мана кіргенде аутс таңдадық қой. Подписать еткенде рысамен подписать етеміз. Паролімізді жаздық, выбрать дейміз. Так, все, жіберілді. Енді журнал форумнан қарайық. Отчетымыз отырды ма, жоқ па? Міне, разнесена дейді. Егер обрабатывается в сульс деп тұрса, онда күте тұрыңыздар. Разнесена болғанша, иә, ликвидационная деп шығып тұр, вид ФНО. Енді дәл осы күні заявление жазамыз. Налоговый заявление таңдаңыздар. Так, осының ішінде прекращение деятельности деген тұр, көрдіңіздер ма? Так, осының ішіндегін таңдаймыз. Яғни біз бүгін ИП-ны жабайын деп жатырмыз. Заявление сол күні жіберу керек. Мысалы, бүгін 11 август болып, 11 август ликвидационный отчет кету керек жаңағыдай. И мына заявление де кету керек. Түсінікті ғой, иә? Мына 67-ші форма дегенді басамыз. Болды. Статья 67 дегеніміз форма деппін ғой. 67-ні таңдаймыз. Страница 2-ге барамыз. Мына жерде сіздерге код сұрап тұр. Қазір мен сіздерге код жазам, соны жазсаңыздар болады. Бұлар бізде пенсионка, медстрахование, соцотчисление, подоходный налог, соцналогтың КБК-ларын жазып шығамын. Егер сіздер жатқа білсеңіздер, жазып шығуларыңызға болады. Егер жатқа білмесеңіздер, менің артынан қайталай қойыңыздар. 101, 202, 101, 103, 101. Так, келесі. 901, 101. Осылай КБК-ларды теріп шығамыз. 902, 101 және де 904, 101. Осылайды теріп шығыңыздар барлығын. Асты қарай түсіреміз. Код органа дейді. Государственных доходов дейді, яғни қай жерде ИП орналасқан соны, я по месту жительства емес, по месту нахождения ИП дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде бізде темірде орналасқан 613 УГД 613 деп тұр, соны таңдаңыздар. Біреуіңіз ИП ауылда, біреу өздеріңіз қалада прописка болса, осындай кезде шатаспас үшін айтып тұрмын. ИП қай жерде орналасқан, тек сол жерді ғана таңдаңыздар. Прописка бойынша емес, ИП қай жерде орналасқан, соны сіздер тұратын жер емес, ИП қай жерде, иә. Ошибка тексереміз. Дұрыс дейді. Отправить в ОГД. Окей. Проверить заполнение дегенді басыңыздар, иә, міндетті түрде. Рысаны таңдаймыз, подписать ету үшін. Введите пароль дейді. Паролімізді жазамыз. Достар, бұл заявление өте оңай толтырылады. Окей. Тек күндерден шатаспаңыздар. Заявление қайтып барамызда, жинап тастаймыз да, найти дегенді басамыз. Көрдіңіздер ма? Принято деп тұр. Достар, егер бүгін 11 август, ертең 12 август заявлениені екінші күн жіберсеңіздер, онда сіздерге міндетті түрде отказ келеді. Қай күні ликвидационный отчет жібересіз, дәл сол күні заявление жазыңыздар. Қателеспеңіздер, түсінікті ма? Мына жердегі иінімізді копировать етіп алайық. Мына төбесінде аты жөніміз, иініміз тұрады. И мына жерге новый бет ашайық. Сол жерге КГД-гов деп жазыңыздар. Біз қазір қараймыз, біздің ИП-міз тоқтады, жабылды ма, жоқ па? КГД-гов KZ деген сайт шығады. Комитет государственных доходов. Соған кіреміз. Бұл бөлек сайт, манағы салық KZ емес. Осы жерде поиск налогоплательщиков деген бар, соны таңдаңыздар. Так, осылай айналып тұрады. Енді астына қарай түсіреміз. Мына жерде жаңа біздің иініміз сұрап тұр, вставить ете қояйық. Так, яғни робот деген проверкадан өткеннен кейін поискті басамыз. Кейде сол проверкадан өткізбей ақ жібере береді. Қараңыздар, ИП-ның аты, иіні, дата регистрация, яғни ИП қашан ашылған білгілеріңіз келсе де, осы жерге жазуларыңызға болады. Поиск налогоплательщика деп. Дата снятия с учета деген жер пустой тұр. Көрдіңіздер ма? Біз отчетты бүгін жібергеннен кейін бұл жерде ештеңе шығып тұрған жоқ. Бұйырса 15 жұмыс күннен кейін біздің ИП-міз жабылады. Оны мына жерден көруге болады. Дата снятия с учета деген жерде бүгінгі, мысалы, бүгін жабылатын болса, августте
11 августте, демек осы жерде 11 август деп жазылып тұрады. Сіздер сол жерді көрулеріңізге болады. Немесе кабинет налогоплательщикке кірсеңіздер, төбесінде аты жөндеріңіз индивидуальный предприниматель деп тұр ғой, сол физический лицо деп өзгеріп тұрады. Немесе осы КГД-Гов сайтынан көре аласыздар. 15 жұмыс күннен кейін. Егер 15 жұмыс күннен кейін жабылмайтын болса, онда налоговыйға хабарласасыздар, немесе тағы да күтесіздер, бір 20 күндей, 30 күндей күтсеңіздер жабылады. Достар, ақпарат пайдалы болса, онда лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге керекті ақпараттар шығып тұрады. Сіздермен болған Нұргүл Кенжемұратқызы. Сау болыңыздар.